19-ші түн. Ей ұлы бақытты патшам, деп сөз бастады Шахризада. Харун Рашид әңгімені қазынада сақтауға қосып, басшы қыздан сұрады. Екі сіңіліңізді ит қылған соң, сізге дию қайтып көрінді ме? Жоқ тақсыр. Ол көрінген жоқ. Бірақ керек болса отқа түтет деп беріп кеткен түгі бар. Соны отқа салса келуі керек деді қыз. Патша алып отқа салдырды. Жер жарылды да дию шыға келді. Ол бір диюдің ішіндегі мұсылмана екен. Патшаға сәлем беріп, құрмет көрсетті. Патша онан қыздың жайын сұрап, ол дұшпанын өлтірген соң, істеген достығын, оған қастық қылған сіңілілерін ит қылғанын айтты. Патша диюдан қақпашы қызды кім ұрғанын білесің бе деп сұрады. Дию, оны да білем тақсыр. Бірақ атын атауға болмайды. Ол сізге бір жақын адам деді Дию. Патша оған екі қызды адам суретіне түсіруге бұйырды. Дию қара қазанға суды қайнатып жіберіп, дуаны оқып, иттің үстіне шашқан ектен ай жүзді, құралай көзді екі қыз бола қалды. Патша қақпашы қызды ұрған кісіні айт деп Диюдан өтініш етті. Ол тақсыр, өзіңіздің балаңыз әмин деді. Патша таңырқап, баласын шақыртып алып сұрап еді, растығын айтып мойнына алды. Анығына қанған патша той қылдырып, басшы қызды екі сіңілісімен 3 шахзадаға некелетіп, қақпашы қызды баласына қосты. Базаршы қызды өзі алды Харун Рашид. Сонымен әлденеше күн өткенде Харун Рашид тағы бір қызықты әңгімеге кездесті. Енді соныңды айт, болса да әңгіме созылды ғой деп Шахризаданың мойнын құшақтап күлді патша. Судан шыққан сандық. Бір күні кешке жақын үй Жақпар деді уәзіріне халифа. Жүр, қаланы аралайық. Қаланы билейтін әкімдер қалай істейді екен? Егер елге тынышсыз болса, орнынан түсірейін депті. Масырдың ертіп, үшеуі көшені кезді. Белі бүгілген бір шал, етегін түрініп, қолына таяқ алып, басына кәрзеңге көтеріп кетіп барады. Ол балпылдаған даусымен ғазал айтады. Өнер ішінде, өнер емес өнерім. Өмірімнің ішінде бір жарымай келемін. Шөпті жесем қақалып, ұрлық қылсам өлемін. Сұрай суындым, бар ма Құдай берерің. Жалғаншысың жиһанда, дүниені кеңдегенің. Мен жүрген жер таршылық, кеңін қашан көремін. Ес білгеннен ермек қып, осы жасқа келгенше, бүйтіп қорлық көргенше, барамын да өлемін, дейді кәріп шал. Патша бұл ғазалды тыңдап, таңырқанды. Ей кәріп, тоқта, деді аянышты дауыспен. Бұлайша зарланған қандай мұңы бар кісі екен, деді патша қасындағы Жақпар уәзіріне. Таңырқайтын несі бар тақсыр, дүниеден тойған көп кедейдің бірі дағы. Мынау айтқан ғазалы соған айғақ, деді уәзір. Қасына келген патша мен уәзір, сен кім едің шал? Мұнша неге зарланасың? Зарланбай қайтейін, жасым 70-ке келді. Өмірдегі кәсібім балық аулау еді. Қолыма қараған бала шағам бар. Бүгін 3 күн болды. Ауға балық түспейді. 3 күннен бері шиеттей жан аш отыр. Бар кісіге көлдей көрінетін дүние, бізге тамшы су жоқ. Кербаланың шөлі тәрізді. Міне бүгін кешке дейін отырдым. Құр қол қайтып барам. Ендігі өмірдің маған қанша керегі болмақ? Үйдегі жас жандардың шырқыраған жылағанын көргенше, менің бір жола өлгенім жақсы. Сол ойымды орындау үшін мына тауға кетіп барам. Онда биік құздар бар. Шыңға шығам да құздан құлаймын. Мен бір заманның керексіз кесегі, талқаным шығып жоғалсын, деді шал. Бұл сөз Харун Рашидтің жанына батты. Ол өзінше жәрдем көрсетуді дұрыс деп тапты. Бірақ мә саған деп бере салмаймын. Бір сылтаумен берейін деп ойлады. Шал, сен мұна Жәлла өзеніне жүр. Соған бір рет ауыңды суға сал. Соған не түссе, маған беретін бол. Мен ол үшін 100 алтын берейін, деді. Шал дұрыс көріп Жәллаға барып ауын салды. Көп уақыт өтпей ауға бір нәрсе ілінді. Алып қараса ішінде адам сиғандай үлкен сандық екен. Уәде бойынша шал 100 алтынын алды. Сандықты Масырға арқалатып, Харун Рашид үйіне қайтты. Ертемен ордаға басшы кісілер келген соң, Харун Рашид сандықты ашты. Сандықтан шиыршықтап ораған бір кілем шықты. Кілемнің арасында өлтіріп, ораған бір жас әйел екен. Оны көрген соң халифаның ашуы көрінді. Ей, бас уәзір, деді Жақпарға. Елдің тыныштығын басқару саған берілген. Менің заманымда ел іші бұзылып бітіпті.
Қара мына өлген кісіге. Сен осындайға тыйым салмайсың. Жалласуы өмірді өлімге ағызған сел болыпты. Егер осыны өлтірген кісіні тауып өлтірмесең, 3 күннен кейін осы әйелдің өлімі үшін өзіңді дараға самын деген. Уәзір өлтірген кісіні табудың ешбір ретін таба алмады. Елден сұраған мен өлтірдім деп кім айтпақ? 3 күн үйінде отырды да 4-ші күні ордаға келді. Таптың ба? Деді халифа. Ғайыптағы істі тәңірден басқа кім білмек тақсыр. Қыз үшін мені өлтірмесең, басқа кінәлі кісіні таппадым, деді уәзір. Олай болса, деді Харун-ар-Рашид, Жақпарды апарып халық жиылған базарда дарыға тартыңдар. Жендеттер арқан салып дарыға ала жөнелді. Базар ортасынан қан қайтып тұрып дар құрылды. Қаланы айналып жүріп хабаршылар: ей жарандар, жарандар, міне маған қараңдар, кеңесіңді әрі сал, құлағыңды бері сал. Жалланың суынан қара сандық табылды. Табылды да қағынды, қарағатынды өлтіріп, қатты болып жабылды. Өлтіргенді табалмай уәзірге арқан тағылды. Ей жарандар, жарандар, келіп соны қараңдар, қағынбай енді не қылды деп. Жаршының өңеші қызарып, айқайды салды. Ел лег-лег болып жиылды. Уәзірдің көзін байлап, мойына арқанды салып жатқанда ел: кінәсіз өлді ау, мына байқұс жақсы кісі еді десті. Арқан тартыла бергенде жарқыратып жаңа киім киген бір жігіт топты жарып, айқайды салып отырып, дардың түбіне келді. Келе уәзірге түскен арқанға жабысып, өлтірме жазықсыз уәзірді. Ол қатынды өлтірген мен, жазықты кісі мені өлтір деді. Оның артынан айқайды салып, тағы бір кәрі кісі кимелеп, дараға келіп, бұл өтірік айтады. Оны өлтірген мен деп, өлімге келген жігіттің аяғына оралды. Ел аң-таң. Өлім үшін таласып жатқан екеуіне қайран қалды. Уәзірдің арқанын босатып, үшеуін патшаға келді. Патша бұларға қарап: қызды өлтірген кім еді? Мен қайсыңды өлтіремін деді. Өлтірген мен, мені өлтіріңіз деді жігіт. Мұның айтып тұрғаны шып-шиік өтірік. Мен өлтірдім, өлім маған тиіс деді шал. Жоқ, миы ашыған шал шатасып айтып тұр: мен өлтірдім деді жігіт. Қарағым, ашылмаған гүлдей өміріңнің көбі алдыңдағы жас едің. Күні бітіп, төріне көрі жақын қалған маған осы өлімді шынымен ақ қимайсың ба? Мен уәзір, сенің құрбаның болайын деді шал. Шалмасын мойнына салып, бұршақтай жасын төгіп жылап. Патша өлім үшін болып жатқан таласқа түсіне алмай айран асыр болды. Мұның шындығын анықтау үшін сардар сыпаларын жиып, шал мен жігіттің әңгімесін тыңдады.